Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен видео сабақтың жасаудың ең қарапайым түрін үйренетін боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен Camtasia Studio бағдарламасын өзіміздің компьютерімізге орнатуымыз керек. Кез келген версиясы өздеріңізге қолайлы. Менде 7-ші версиясы. Осы Camtasia Studio бағдарламасын орнатып болғаннан соң іске қосамыз. Үстіне 2 рет шерту арқылы. Қосылған кезде бізде негізгі бірінші экран ашылады. Ол жерде скрин экран, яғни скрин жасау батырмасын басамыз. Скрин жасау батырмасын басқан кезде бізде жұмыс үстелінде осылай скрин жасаудың қысқаша настройкасы шығады. Осы жерде дауысын тексеріп көруге болады, және де веб-камераның суреті болады осында. Сол веб-камераның үстінен басы галочка қойып, өзіңіздің бейнеңізді бір шеттен көрсетіп қоюыңызға да болады, немесе көрсетпей алып тастауыңызға да болады. Баптаулардың настройкасын жасап болғаннан соң запись батырмасын шертіп, ары қарай іс-әрекетті орындаймыз. Сосын өзіміз дайындап алған презентацияны ашамыз. Навес экран F5 батырмасын шерту арқылы навес экран қойып, өз презентациямызды түсіндіреміз. Қажетті түрде түсіндіреміз. Келесі беттерге ауысу арқылы түсіндіріп болғаннан соң F10 батырмасын шертетін боламыз. Бізде осылай видеомызды сақтап аламыз. Save and Edit батырмасын басып, сақтаған кезде автомат түрде Camtasia Studio бағдарламасының өңдеу бетінде ашылады. Бұл жерде көріп тұрғандарыңызда үстіндегі бұл меню қатары, сол оң жағындағы көру аймағы, астындағы бұл негізгі жұмыс істеу бөлімі. Осы жерде біз өз видеомызды өңдеп, артық жерін кесіп тастап, реттей аламыз. Нүктелердің меткаларын автомат түрде қояды. Осы автомат түрде қойылған негізгі меткаларды алып тастаймыз. Ол үшін метканың үстіне шертіп, Delete батырмасын басып, өшіріп тастаймыз барлық автоматты қойылған меткаларды. Ары қарай видеоны көріп шығамыз. Егер артық жерлері болса, дұрыс сөйлей алмай қалған кездеріңіз болса, мынау уақыт шкаласында оң жағында қызыл, сол жағында жасыл батырмалар бар. Осы батырмаларды шертіп, біз артық аймақты, яғни дұрыс болмай қалған, даусымыз дұрыс жазылмай қалған аймақты белгілеп алып, вырезать батырмасын басып, кесіп, қырқып тастай аламыз артық жерін. Осылай өз видеомызды реттеп болғаннан соң Produce and Share батырмасын шертіп, осы жерден HD качествосын таңдап, сақтап алуымызға болады. Осылай сақтағаннан кейін, яғни арғай детализация жүріп, біздің дайын MP4 форматындағы видео сабағымыз дайын болады.